пәнінің мұғалімі Жанар Темірханқызы ой толғау жазу үшін бір қатар тірек сөздер берген еді. Ендеше сіздермен өз ойымды бөлісе кетейін. Біздің қазақ халқы қандай дана десеңші, әрбір құбылыстың қыры мен сырын біліп отырған. Жаман атауларды жақсы сөзге айналдырып атаған. Мысалы, қасқырды ит, құс немесе ұлма деп аталуының себебі төрт түліктің аман сау болуын ниет еткен екен. Сондықтан әлем жаулаған вирусты жаман тұмау деп атадым. Мен көктемгі демалысыма жүзеге асырамын деген бір қатар жоспарларым бар еді. Бірақ қазіргі таңда үйде отырып-ақ одан да көп жоспарларды жүзеге асырып жатырмын. Мысалы, анама көмектесіп үй шаруасынан бөлек мен әдеби кітаптар оқып, онлайн әртүрлі сабақтардан тест тапсырып жатырмын. Және де әртүрлі курстарға қатысып, үйде тәтті тағамдар жасаудамын. Спортты да қасыма серік қыла жүрдім. Солай мен өзіме хобби таптым. Есіңізде ме, әжелеріміз, аналарымыз үйге кірген уақытта қолыңды жу деп ескертетін. Ал қазіргі бөбектер ескертусіз-ақ өздерінің қолдарын жуып отырады. Және де тазалықты жанына сергітеді. Себебі бұл уақытша оқшаулану бізге көп жақсы қасиеттерді сіңірді. Өмірге, бір-бірімізге сүйіспеншілікті арта түсті. Бізді алда жақсы күндер күтуде. Ұстаздар мен достарымды кездесетін күнді асыға күтудемін.